Египет зиратының хикаясы. Агата Кристи. Әрдайым Пуаро екеуміз бастан өткерген жан түршіктіретін сан уақиғаның ішіндегі ең сұмдығы Менхера патшаның зираты табылып, алғаш қазыла бастаған кезде бірінен соң бірі іле-шала опат болған бір топ адамның ісін тергеген кезіміз болар деп ойлаймын. Лорд Карновон Тутанхамонның зиратын ашқаннан соң, көп ұзамай-ақ сэр Джон Виллард пен Нью-Йорктық Блайнер мырза Каир қаласынан онша қашық емес жердегі Гизи пирамидаларының маңайында қазу жұмыстарын жүргізіп жатқан болатын. Күтпеген жерден олар бір топ бейітке тап болды. Бұл көптің назарын аударған үлкен жаңалық еді. Ашылған Менхера дейтін патшаның зираты болып шықты. Менхера байырғы патшалық дәуір өтіп ыдырай бастаған кезінде билік еткен 8-ші династияға кіретін тарихта ұмыт қалған патшалардың бірі болатын. Тарихтың осы тұсы көмескілеу қалғандықтан газеттер ашылған жаңалық жайлы жан-жақты жаза бастады. Көп ұзамай көпшіліктің назарын аударған бір уақиға сап ете қалды. Аяқ астынан жүрек ауруынан сэр Джон Виллард қайтыс болды. Алып қашты жаңалықтарға жаны құмар газеттер мына суық хабарды пайдаланып, тисе киесі ұрып кететін кейбір Египет қазыналарының төңірегінде ескіден келе жатқан соқыр сенімге негізделген лақап әңгімелерді қайта жандандыра бастады. Британия музейіндегі ана сорлы момияға тозығы жетіп күлдіреген жаңғақ ағашына жұрт сұқтанып, сүйретіп шығарып тастаған болатын. Музей одан у-шусыз бас тартты. Бірақ жұртшылықтың ықыласынан айырылған жоқ. Осыдан 2 апта өткен соң Блайнер мырза қаны бұзылып, көп ұзамай қайтыс болды. Ал оның Нью-Йорктегі жиені біраз күн өткен соң өзін-өзі атып өлтірді. Менхераның қарғысы атты деген лақап сол күндердің алып қашты әңгімесіне айналып, баяғыда келмеске кеткен Египеттің сиқырлығы үшін дәріптеу, шарықтау шегіне жеткен болатын. Дәл осы кезде Пуаро Виллард ханымнан қысқаша жазылған хат алды. Хатта марқұм болған археологтың жесірі оның Кенсингтон сквердегі үйіне соғып кетуді өтініпті. Мен бірге бардым. Виллард ханым ұзын бойлы ашаң әйел екен. Үстіне қаралы киім киіп алыпты. Өңінен жақында ғана бастан кешірген ауыр қайғының ізі көрініп тұр. Тізгін ұшымен келгеніңізге рахмет, Пуаро мырза. Қызмет етуге дайынмын, Виллард ханым. Менімен ақылдасқыңыз келді ғой деймін. Менің білуімше, сіз шытырма уақиғаны зерттейсіз ғой. Бірақ сізбен тек сол үшін сөйлескелі отырған жоқпын. Сіздің дүние танымы ерекше, ойлы, тәжірибелі ақылдың адам екеніңізді де білемін. Сондықтан да Пуаро мырза, айтыңызшы, табиғаттан тыс күш бар дегенге қалай қарайсыз? Пуаро жауап қатпастан бұрын бір сәт көмілжіп қалды. Ойланған адамның кейпін танытты. Сосын ол былай деді. Ең алдымен бір-бірімізді қате түсініп жүрмейік, Виллард ханым. Сіз менен жалпылама сұрап отырмаған боларсыз. Жеке адамға қатысты нәрсені айтып отырсыз. Солай ма? Сіз ана марқұм болған күйеуіңіздің өлімін меңзеп отырсыз ғой? Иә, солай, деді әйел құптап. Оның қандай жағдайда қайтыс болғанын маған тексерткіңіз келеді ғой? Сізден газеттердің шулатып жатқанымен, әлі де алда айтылатын әңгімелердің қаншалықты дәлелді деректерге негізделгенін анық біліп беруіңізді өтінемін. 3 кісінің өлімін, Пуаро мырза, жеке-жеке алып өзінше түсіндіруге болар. Ал бірақ бірге алып қарайтын болсақ, олардың бірінен соң бірінің опат болуы миға сыймайтын нәрсе. Және де бәрі де зират ашқаннан кейінгі 1 айдың ішінде мерт болып отыр ғой. Бұл жерде табиғаттан тыс құдіретті күште болар. Қазіргі ғылым түсіндіре алмайтын, өткен заманның қарғысы да бар шығар. Бірақ не дегенмен де 3 адам бірдей мерт болды. Мен қорқамын, Пуаро мырза, қатты қорқамын. Бұл осымен тына қойса жақсау. Кім үшін қорқасыз? Ұлым үшін. Күйеуім өлді деген хабар жеткенде мен сырқаттанып жатыр ем. Ұлым Оксфордтан келгені сол еді. Бірден солай қарай аттанып кетті. Ол әкесінің сүйегін үйге алып келді. Бірақ менің жалынғаныма да, жалбарынғаныма да қарамастан, бой бермей қайта кетіп қалды. Жұмысқа бойырғаны сондай, әкесінің орнын басып, қазба жұмыстарын онан ары қарай жалғастырмақ.
Мені ақмақ деп те ойлауыңыз мүмкін. Бірақ, Пуаро мырза, мен қорқамын. Айталық о дүниедегі ана патшаның аруағы риза болмаса не болмақ? Менікі сізге сандырақ болып көрінуі мүмкін. Жо, о не дегеніңіз, Виллард ханым? Табиғаттан тыс күшке мен де сенемін, деді Пуаро іле шала. Оған таңдана қарадым. Пуаро соқыр сенімге нанады деген үш ұйықтасам түсіме кірмейтін. Бірақ мына кішкентай адам шынымен сенетін сияқты. Сіздің менен талап етіп отырғаныңыз балаңыздың амандығы ғой. Оны қорғауға қолдан келгеннің бәрін істеймін. Бірақ сиқырлы күшке қарсы не істеуге болар? Орта ғасырда жазылған кітаптардан, Виллард ханым, сіз сиқырға қарсы қолданылатын амалдардың біразын таба аласыз. Мүмкін, ол кездегі адамдар біздерден қазіргі мақтаулы ғылымымыздан көбірек білген болар. Ал енді маған көмегі тиеді-ау деген деректерге келейік. Сіздің жұбайыңыз Египет тарихын зерттеуге жан тәнімен берілген адам еді ғой. Иә, жас кезінен бастап, бұл салада осы заманғы білгіштердің бірі еді ол. Ал Блайнер мырза, менің білуімше әуестенуші ғана ғой деймін. Иә, дәл айтасыз. Ол өте бай адам болатын. Ойына не келсе сонымен әуестенетін. Күйеуім оны Египет тарихымен айналысуға қызықтырған. Экспедицияны жабдықтауға көп пайдасын тигізген де соның ақшасы. Ал ана жиеніші, ол қандай адам еді? Экспедициямен бірге болды ма? Меніңше, ол қатысқан жоқ. Шындап келгенде, ондай адамның бар екенін газеттен қайтыс болғаны туралы хабарды оқығанға дейін білген емеспін. Блайнер мырза мен жиені екеуінің арасы жақын болды дей алмаймын. Ондай туысы бар екенін ешқашан айтқан емес. Ал басқа адамдар туралы не білесіз? Айтайын, ондағы доктор Тосуэлл деген кіші қызметкер Британия музейіне қатысты адам. Шнайдер мырза Нью-Йорктегі Метрополитен музейінің қызметкері. Секретардың қызметіндегі бір жас американ. Доктор Амес маман ретінде экспедициямен бірге шыққан. Ал Хасан болса күйеуімнің ең сенімді қызметшісі болатын. Американдық секретардың есімі есіңізде жоқ па? Ұмытпасам, Харпер. Олай болмау да мүмкін. Менің білуімше, Блайнер мырзамен ол көп уақыт бірге болмаған еді. Өзі бір сүйкімді жігіт еді. Рахмет сізге, Виллард ханым. Тағы білгіңіз келген нәрсе болса, әзірге осы жарайды. Ендігісі маған қалдырыңыз. Балаңызды аман сақтауға қолдан келгеннің бәрінде аямайтыныма кәміл сенуіңізге болады. Бұл жауапқа әйелдің көңілі тола қоймаған еді. Өйткені Пуароның аузынан әлгі сөздер шыққан кезде Виллард ханымның маңдайын тыржитқанын байқап қалдым. Әйткенмен қорқынышына Пуароның немқұрайды қарамағаны әйелге бір шама жеңілдік әкелгендей болды. Ал мен болсам, Пуаро соқыр сенімге осыншама сенеді деп еш уақытта да ойламаған едім. Үйге қайтып келе жатқанда жаңағы мәселе жөнінде біраз сыр тартып көріп едім. Ол шынымен сенетін сыңай байқатты. Солай Гастингс, мен бұған сенемін. Табиғаттан тыс күштердің бар екенін жете бағаламай болмайды. Сонда біз не істемекпіз? Ылғида үсті айтасың ау, Гастингс. Жарайды, ең алдымен Нью-Йоркке телеграмма соғып, жас Блайнер мырзаның өлімі жайлы толығырақ мағлұмат алу керек. Телеграмманы дереу салып жіберді. Жауап әрі толық, әрі анық болатын. Руперт Блайнер көп жылдар бойы ақшадан қысылып жүріпті. Оңтүстік теңіз аралдарындағы порттарда кездейсоқ жұмыстармен күн көрген. Осыдан 2 жыл бұрын Нью-Йоркке қайта оралып, халі бұрынғыдан да мүшкілденген. Жақын арада ол біреуден Египетке жетуге жарайтын ақша қарыз сұрап алыпты. Ол жерде қарыз ақша бере алатын жақын досым бар деп бөскен көрінеді, бірақ келгенде де жолы болмапты. Туысқанынан көрі баяғыда сүйегі құрап қалған патшаларды артығырақ санайтын нағашысын тұқым тұқиянына дейін сыпырта янаттап Нью-Йоркке қайта оралыпты. Сэр Джон Виллардтың өлімі де дәл Руперттің Египетке барған кезіне дүп келген. Руперт Нью-Йоркке келген соң ішімдікке қайта салынып, көп ұзамай ешкімге айтпастан өзін-өзі өлтіріп тынған.
Қалтырып кеткен хаты да бір түрлі, түсініксіздеу, кенеттен өкінішке бойырған кезде жазса керек. Өзін жападан жалғыз қалған алапеспін дей келіп, хатын мендейлердің өлгені жақсы деп аяқтаған. Маған бір жаман ой келді. Баяғыда дүниеден өткен Египет патшасының киесі ұрды дегенге еш уақытта да сенген емеспін. Бұл жердегі менің байқағаным осы заманның қылмысы. Мәселен, жағы жас жігіт нағашысын у беріп өлтірмек болды делік. Байқаусызда уды қателесіп, Сэр Джон Виллард ішіп қоюы да мүмкін ғой. Жігіт қылмысын арқалап Нью-Йоркке қайтқан. Артынша ол нағашысының өлімін естіген. Бостан босқа қылмыс жасағанына өкініп, өзіне өзі қол жұмсаған. Мен бұл ойымды Пуароға айттым, ол ойланып қалды. Мұнауың ақылға қонады, шыным, дәл солай болуы да мүмкін, бірақ сен мазардың киесін есепке алмай отырсың ғой. Мен оған төк түсінсем бұйырмасын дегенді аңғартып, иығымды қозғадым. Сен шынымен бұған мазардың қатысы бар деп ойлайсың ба? Әрине досым, ертең Египетке жүреміз. Немене деп айғайлап жібердім таңғалғаннан. Мен айтарымды айттым, деді Пуаро. Жүзінен батылдық сезіледі. Сосын ол қабағын шыта күрсінді. Бірақ әлгі теңіз деген пәлесі бар екен ғой. Бір аптадай мезгіл өткен болатын. Аяғымыздың астында шөл даланың сары құмы, күн дәл тас төбеде. Пуаро бейшара ыстықтан болбырап қасымда жатыр. Дене бітімі шағын Пуаро алыс жолға шыдамайтын. Марсельден бергі 4 күнгі сапар оны мүлдем тұралатып, Александрияға келіп жеткенде құр сүлдері ғана қалған болатын. Әншейіндегі тап-тинақтайлығының да бірі жоқ. Каирге жетісімен біз бірден пирамидалардың қалқасында тұрған Мена Хаус қонақ үйіне келдік. Египеттің әдемілігі мені бірден баурап алды. Пуаро бәз қалпында. Дәл Лондонда жүргендей киінеді. Кешке дейін бір тұнбай қалтасындағы кішкентай киім щеткасымен қара киімге қонған шаң-тозаңды тазартып әлек болады. Қайран туфлилерім деп ренжіді ол. Қарашы Гастингс, сапалы былғарыдан тігілген туфлилерім әншейінде күнге шағылсып жалтырап тұрушы еді. Енді міне іші құмға толып, аяғымды ауыртып, сырты адам қарақсыз. Ыстықтан тіпті мына мұрттарымды қурап кеткендей. Сфинкске қарашы, дедім мен. Құпиясымен әдемілігіне тіпті таңғалып тұрмын. Пуаро Сфинкске көңілі толмай ренжи қарады. Шекесі қызып тұрған қоқсамайды ғой, деді ол. Қайдан шекесі қызсын, құмға белшесінен батып, сәні кетіп тұрса, қарғыс атсын бұл құмды. Қой енді, құм дегенің Бельгияда да жетерлік қой, дедім мен оған. Жарнама кітапшаларда суреттелетін бұйра құмның ортасына орналасқан Нокия-сұр-Мерде демалған бір аптаны есіме түсіріп. Бірақ Брюсселде емес қой, деді Пуаро. Ол ойға шомып, пирамидаларға тесіле қарады. Бұлардың бір тұтас геометриялық формасы бар екен рас, бірақ бет жағы кедір-бұдыр, ұнамсыз, палма ағаштары да ұнамайды. Қалай болса солай, ретсіз орналасқан. Түп-түз ұғып еге алмағандар ма? Лагерге баруымыз керек екенін айтып, мен ойын бөліп жібердім. Біз түйеге мініп баратын болдық. Түрлі түсті киім киген балалар түйелердің бидасын ұстап, жануарларды біз мінуге оңай болсын деп шөктіріп қойыпты. Олардың бастығы сөзшең, тілмаш адам екен. Енді түйеге мінген Пуаро туралы айта кетейін. Ол алғашында кергіп келе жатыр еді, енді ойбайға басып, қолын ербеңдетіп, бүбі Мәриядан бастап, әулие біткеннің бәріне жалбарынды. Ең соңында ұятқа да қарамай түйеден түсіп, баратын жерге аласа есекке мініп жетті. Шынымды айтсам, мұндайды бұрын көрмеген адамға түйенің желгені қиын екен. Бірнеше күнге дейін денемді жаза алмай жүрдім. Ақыры қазба жұмыстары жүріп жатқан жерге де жақындадық ау. Бізді күнге күйген, бурыл сақал, ақ киім киген, басында телпегі бар бір адам қарсы алды. Мосе Пуаро мен капитан Гастингссіз ғой. Сіздердің телеграммаларыңызды алғанбыз. Сіздерді Каирден күтіп ала алмағанымызға кешірім сұраймын. Күтпеген жағдайға тап болдық та жоспарымыз бұзылды. Пуаро сұп-сұр болып кетті. Тарағын алмақшы болып қолын қалтасына салған күйі тұрып қалды.
Тағы біреу өліп қалғаннан сау ма? Деді ол әрең дегенде. Иә. Сергей Виллард па? Деп айғайлап жібердім мен. Жоқ, капитан Гастингс, американдық әріптесім Шнайдер мырза қайтыс болды. Неден? Деді Пуаро. Сіреспе ауруынан. Сырым қашып қорқып кеттім. Айналам сұмдық пен қорқыныштың, көзге көрінбейтін қауіп-қатердің мекені сияқты болып көрінді. Маған бір жаман ой келді. Айталық, келесі кезек маған келсеш. Құдайым-ау, деді Пуаро баяу үнмен. Түк түсінсем бұйырмасын. Мынау сұмдық қой. Мосе, бұл шынымен сіреспе ауруы ма? Меніңше олай емес, бірақ доктор емес менен гөрі көбірек білетін болар. Айтпақшы, сіз дәрігер емес екенсіз ғой. Менің атым Тоссувилл. Бұл ендеше әлгі Виллард ханым айтқан британдық білгір маман, Британия музейінің кіші қызметкері болды. Саспайтын салмақтылығымен ол маған қатты әсер етті. Маған ерсеңіздер, деді доктор Тоссувилл сөзін жалғастырып. Мен сіздерді Сергей Виллардқа алып барамын. Сіздер келеді деген хабарды естігелі қатты мазасызданып жүр. Бізді лагердің арғы бетіндегі үлкен шатырға алып келді. Доктор Тоссувилл шатырдың есігін жоғары көтеріп, бізді ішке енгізді. Іште 3 адам отыр екен. Мосе Пуаро мен капитан Гастингс келіп қалды, Сергей, деді Тоссувилл. 3 адамның жастау орнынан ұшып тұрып бізге қарай жүрді. Ол қызуғандылығы жағынан ептеп шешесіне ұқсайды екен. Басқалар сияқты күнге онша күймеген, көзі кіртиіп шаршағандықтан ба, 22 жасар жігіттен гөрі мосқалдау көрінді. Мына сұмдықтың бәріне шыдау оңайға түспегені айтпаса да түсінікті. Қасындағы 2 адамды таныстырды. Доктор Амес 30-дан асқан, өткір жүзді адам екен. Самайын ақшала бастапты. Ал Харпер мырза, әлгі секретар арықтау келген сүйкімді жас жігіт екен. Көзіне американдықтардың тәуір көретін мүйіз көзілдіргін киіп алыпты. Біраз уақыт ананы-мынаны әңгімелескеннен кейін Харпер сыртқа шығып кетті. Оның соңынан Тоссувилл да кетті. Біздер Сергей және доктор Амеспен оңаша қалдық. Білгіңіз келгенді сұрай беріңіз, Пуаро мырза, деді Виллард. Мына сұмдықтардан зәреміз кетіп болды. Жүзінен мазасыздық сезіліп тұр. Пуароның одан көзін алмай отырғанын байқап қалдым. Сіз бұл жұмысты тастамайсыз ғой, Сергей? Әлбетте, қандай жағдай болмасын, бәрібір жұмыс жүре береді, соны біліп қойыңыз. Пуаро енді 2-ші адамға бұрылды. Сіз не дейсіз, дәрігер мырза? Иә, деді дәрігер де созалақтатып. Мен де тастамайтын шығармын. Пуаро ұнатпаған пішін танытып, бетін тыржитты. Олай болса, алдымен істің мән-жайын білгеніміз дұрыс болар. Шнайдер мырза қашан қайтыс болып еді? Осыдан 3 күн бұрын. Сіреспе ауруы екеніне көзіңіз анық жете ме? Әбден жетеді. Күшаладан уланған болып жүрмесін? Жоқ, Пуаро мырза, сіздің нені меңзеп отырғаныңызды түсінемін, бірақ бұл анық сіреспе ауруы. Ауруға қарсы дәрі құймап едіңіздер? Әрине, ектік, деді дәрігер немқұрайдылау. Қолдан келгеннің бәрінде аяған жоқпыз. Ауруға қарсы қолданатын дәріңіз бар ма еді? Жоқ, оны біз Каирден алдырдық. Лагерде бұдан басқа сіреспемен ауырған адам болды ма? Жоқ, басқа ешкім ауырған жоқ. Блайнер мырзаның сіреспеден өлгеніне көзіңіз анық жете ме? Анық жетеді. Ол бас бармағын жаралап алған болатын. Сол жері асқынды да қаны бұзылды. Сырт адамға бәрі бірдей болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл бір-біріне ұқсамайтын 2 түрлі жағдай. Олай болса, 4 өлімнің 4-еуі де бір-біріне ұқсамайды. Бірі жүрек ауруынан, 2-шісі қан бұзылғаннан өлді. 3-шісі өзін өзі өлтірді. 4-шісі сіреспеден қайтыс болды. Дәл солай, Пуаро мырза. Сіздіңше 4 өлімнің арасында ешқандай байланыс жоқ па? Не айтқаныңызды онша түсінбедім. Онда түсіндірейін. Марқұм болған 4-еудің тарапынан мен Хераның аруағын қорлайтын іс-әрекет болған жоқ па? Таңданған дәрігер Пуароға тесірейе қарады.
Сіз бос сөз айтып кеттіңіз, Пуаро мырза. Шынымен ақ алып қашты лақапқа сеніп қалғаннан саумысыз? Бастан аяқ бос сөз деп міңгірледі Виллард та ашуланып. Пуаро чегір көзін жыпылықтатып, сол қалпында тыныш отыра берді. Сонымен сіз бұған сенбейсіз ғой, дәрігер мырза? Жоқ, сэр, сенбеймін, деді дәрігер дауыстан қырап. Мен ғалыммын, сондықтан тек ғылымға ғана сенемін. Сонда ертедегі Египетте ғылым болмағаны ма? Деді Пуаро бәсең үнмен. Бұған доктор Амис не дерін білмей қалды бір сәт. Жоқ, жауап бермей ақ қойыңыз. Бірақ мынаны айтыңызшы. Жергілікті жұмысшылар не ойлайды бұл туралы? Меніңше, деді доктор Амис, ақ адамдар болған жерде жергіліктілер де олардан аулақ кете қоймайтын сияқты. Мен олардың әулиеге сенетінін жоққа шығармаймын, бірақ ешбір дәлелі жоқ. Қызық екен, деді Пуаро жалтарып. Сергай еңкейіңкіреп, сіз немене? Шынымен ақ осы бір бос әңгімеге сенесіз бе деп айғайлап жіберді ашуға булығып. Олай ойлайтын болсаңыз, ертедегі Египет жайлы еш нәрсе білмегеніңіз. Жауап берудің орнына Пуаро қалтасынан кішкентай кітапшаны суырып алды. Ұсталған ескілеу кітап. Кітапты ұсына бергенде мұқабадағы египеттіктер мен калдияндықтардың сиқыры деген жазуды көзім шалып қалды. Сосын ол теріс айналып шығып кетті. Дәрігер маған қадала қарап қалды. Бұның көкейінде не бар? Пуародан жиі еститін бұл сұрақты басқа біреуден естігенде күліп жібердім. Дәл айта алмаймын, дедім мен, білмейтіндігімді мойындап. Меніңше, жын шайтандарды аластайын деген ой бар сияқты. Мен Пуароны іздеуге шықтым. Ол марқұм болып кеткен Блайнер мырзаның секретарымен әңгімелесіп отыр екен. Жоқ, деді Харпер мырза. Мен экспедициямен 6 ай бірге болдым. Блайнер мырзаның шаруасын жақсы білетінмін. Жиені туралы ештеңе айта алмайсыз ба? Осы жерге бір күні ол келе қалды. Жақсы жігіт сияқты, бұрын соңды кездестірмеппін. Бірақ ана екеуі Амес пен Шнайдер білетін болса керек. Нағашысы оның келгеніне онша қуанған жоқ, екеуі қатты ұрсып қалды. Саған көктейінде жоқ деп ақырды нағашысы. Қазір де мен өлгеннен соңда саған көктейін тимейді. Ақшамды өмір бойы мұрат еткен жұмысымды ары қарай жалғастыру үшін қалдырамын. Бұл туралы мен бүгін Шнайдер мырзамен сөйлестім. Осы сияқты тағы бірдеңелерді айтты. Кіші Блайнер Каирге бірден тартып кетті. Сол кезде денсаулығы жақсы ма еді? Үлкенін айтасыз ба? Жоқ, кішісін айтып отырмын. Өз жағдайының онша мәз емес екенін айтты, бірақ соншалықты жаман болмаса да керек, әйтпесе есімде қалар еді ғой. Тағы бір мәселе, Блайнер мырза мұра жөнде өсиет қағаз қалдырып бет? Біздің білуімізше, ол ештеңе қалдырған жоқ. Сіз экспедициямен қала бересіз бе, Харпер мырза? Жоқ, сэр, қалмаймын. Есеп айырысып дереу Нью-Йоркке жүріп кетемін. Күлсеңіз күле беріңіз, бірақ мен мына қарғыс атқан Менхираның келесі құрбаны болғым келмейді. Мұнда қалсам, ол мені де жеп қояр. Жігіт терін сүртті. Пуаро бұрылып кетті. Күлімсірей қарап былай деді. Ұмытпағайсың, ол бір құрбандығын Нью-Йорктен алды ғой. Құрып кетсін, деді Харпер еріксіз. Бұл жігіттің де жүйкесі тозған екен, деді Пуаро ойға кетіп. Біткен, әбден біткен. Мен Пуароға сыр тарта қарап едім, оның жұмбақ күлкісінен ештеңе де аңғара алмадым. Сергай Виллард, доктор Тосвилл, бәріміз қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан жерге бардық. Табылған нәрселердің негізгілері Каирге жөнелтіліпті. Бірақ қалған кейбір зират бұйымдарының өзі ақ мені өте қатты қызықтырды. Жас баронның жұмысқа деген ынтасы зор екен. Алайда оның жүріс-тұрысынан үрейлі сезімнен құтыла алмай жүрген мазасыздықтың нышаны байқалады. Кешкі астың алдында жуынып алмақшы болып, бізге арналған шатырға кіріп едік. Ақ киім киген ұзын бойлы қара кісі қол қусырып бізге жол беріп, арабша амандасты. Пуаро тоқтай қалып, сіз марқұм сэр Джон Виллардтың қызметшісі Хасансыз ғой, деді. Лорд сэр Джонға қызмет еткенмін. Енді ұлына қызмет етіп жүрмін. Ол бізге қарай бір қадам жақындап, бәсең үнмен.
Елдің айтуынша, сізді сиқырдың тілін білетін оқыған адам дейді ғой. Қас қожайынның бұл арадан кеткені жөн, төңірегіміз толған жын шайтан деді. Ол сөзін келте қайырып ымдады да, жауап күтпестен тез шығып кетті. Төңірек толған жын шайтан деп күбірледі Пуаро. Я, мен оны сезіп тұрмын. Ас үстінде аса көңілді болмады. Әңгіме тізгінін доктор Тосвилл алып, бастан аяқ Египеттің ескі мәдениетін сөз етті. Демалайық деп тарауға енді ыңғайлана бергенде, Сергай Пуароның қолынан ұстай алып, саусағын шошайтты. Шатырлардың ортасымен күңгірттеу бір нәрсе жылжып бара жатыр екен. Адамға ұқсамайды. Зираттың қабырғаларына ойылып салынған ит басты бейнені тани кеттім. Әлгіні көргенде төбе шашым тік тұрды. Құдайым-ау, деді Пуаро, тез-тез шоқынып. Анубис өлгендердің қорқау басты құдайы ғой. Біреу бізді алдап соқпақшы болып жүр деп дауыстап жіберді доктор Тосвилл ашулана орнынан тұрып. Жаңағы сенің шатырыңа кіріп кетті, Харпер, деді өңі қуарып кеткен Сергай. Жоқ, деді Пуаро басын шайқап. Ол ана доктор Аместің шатырына кіріп кетті. Дәрігер сенің кіремеген пішін танытып Пуароға бажырая қарады. Сосын доктор Тосвиллдің айтқанын қайталап, бірақ ол бізді алдап түсірмекші болып жүр. Жүріңдер, ұстап алайық деп айғайлап жіберді. Жаңағының соңына түспекші болып тез алға ұмтылды. Оның соңынан мен де кеттім. Бірақ қанша іздегенмен ол маңнан тірі жанның белгісін таба алмадық. Дегбіріміз қашып қайта оралғанымызда Пуаро басының амандығын ойлап, өзінше тездетіп бір қадам жасап жатыр екен. Біз жататын шатырдың айналасындағы құмның үстіне әр түрлі диаграмма, белгілер салды. 5 жұлдыз немесе пентагон ғимараты тәріздес 5 бұрыш бірнеше рет қайталанған. Онымен қоймай әдеттегісінше дуа мен сиқыр, ақ магия мен қара магия, аруақтар, тозақ кітабы жайлы әңгімелеп жатты. Мұнысы доктор Тосвиллдің жынына тиді. Ол мені былайырақ шығарып алып, шынымен жеркеніп, «Сер, мынау сандырақ қой» деп дауыстап жіберді ашуланып. Нағыз сандырақтың өзі, мынау алаяқ, алдамшы адам. Өзінің орта ғасырдағы сенімімен байырғы Египет нанымдарының айырмашылығынан мүлдем хабар жоқ екен. Мұндай сандыраққа сенгіш топас адамды бұрын соңды көрсем көзім шықсын. Мен абыржыған ғалымға тоқтау айтып, шатырда жатқан Пуароға келдім. Кішкентай досым миығынан күліп жатыр екен. Енді бізге тыныш ұйықтауға болады, деді ол шаттана. Біраз ұйықтап алмасам болмас, басым түсіп барады. Әттең түймедағы гүлінің тұнбасы болар ма еді. Әлгі сөзді естіп тұрған адамша шатырдың есігін ашып, ішке Хасан кіріп келді. Қолындағы буы бұрқыраған кесені Пуароға ұсына берді. Онысы түймедағы гүлінің тұнбасы екен. Бұл сусынды Пуаро ерекше жақсы көретін. Маған да бір кесесін әкелмекші болған Хасанға керегі жоқ деп рахмет айтып, өзіміз тағы оңаша қалдық. Мен шешініп болған соң есік алдында шөл далаға қарап біраз тұрдым. Тамаша жер, дедім мен дауыстап. Жұмыста жақсы, ғажап дүниені жаным сүйеді. Мына жапан даладағы өмірмен келмеске кеткен цивилизацияның сырын ашудың ерекшелігін сезесің бе? Сен, Пуаро? Ол жауап қатпады. Мұнысына ренжіп қалдым, бірақ ренішім су сепкендей басылып қалды. Бет аузы қисайып, Пуаро төсегіне көлденеңдей құлап, шалқалай сұлап қалыпты. Қасында бос кесе тұр. Жанына жетіп бардым да, дереу лагердің қарсы бетіндегі доктор Аместің шатырына қарай жүгірдім. Доктор Амес деп айғайлап жібердім. Тезірек жүріңіз. Не боп қалды, деді дәрігер, пижамасымен сыртқа шығып. Жолдасым қатты ауырып қалды. Түймедағы гүлінің тұнбасын ішіп еді. Хасенді лагерден ешқайда жібермеңіз. Дәрігер шатырдан лезде атып шықты. Пуаро сол мен көрген қалпында жатыр екен. Ғажап деп дауыстады Амес. Талмаға ұқсай ма? Жоқ әлде, немене, жаңа не іштім дедіңіз? Ол бос кесені көтерді. Бірақ мен оны ішкен жоқпын, деді Пуаро байсалды дауыспен. Біз оған таңдана қарадық. Пуаро төсегінде отыр екен, жымиып қояды. Жоқ, деді ол ақырын ғана. Мен оны ішкен жоқпын.
Досым Гастингс түнімен сырласқан кезде қапысын тауып, тұнбаны білдірмей кішкентай бөтелкеге құйып қойғанмын. Оны аналитикалық химияның маманына жіберемін. Олай болмайды, деді ол, дәрігердің оқыс қимылын байқап қалып. Ақылды адамсыз, түсінесіз ғой. Оныңыздан түкте шықпайды. Гастингс сізді шақырып келуге кеткенде, мен бөтелкені сейфке салып үлгірдім. Әт деген ай, Гастингс, тез ұста ананы. Мен Пуароның не дегенін түсінбей қалдым. Досымды қорғау үшін алдына тұра қалдым. Бірақ дәрігердің оқыс қимылының мәні бөлек болып шықты. Қолын аузына апарғаны сол еді, бадамның ашы иісі мұрынды жарып кетті. Ол теңселіп барып, алға қарай құлап түсті. Тағы да бір құрбандық, деді Пуаро сабырлы үнмен. Бірақ ең соңғы құрбандық. Осылай болғанда жөн болар. Ол бақандай 3 адамның басын жалмады ғой. Доктор Амис пе? Дедім мен таң қалғандықтан даусым қаттырақ шығып. Бірақ сен білуімше құдіреттің күшіне сеніп жүредің ғой. Сен мені дұрыс түсінбей қалдың, Гастингс. Сенемін дегенде, мен соқыр сенімнің өте қауіпті күш екеніне сенетіндігімді айтқанмын. Бір топ адамның өлімі құдіреттің ісі деген ұғым берік орын тепкен соң, тапа-тал түсте кісіні пышақтап өлтірсең де, ел оны құдіреттен көретін болады. Адамның санасына ондай сенім бұрынғыдан да бетерсің еді. Мен о бастан-ақ мұны біреудің жақсы пайдаланып жүргенін сезгенмін. Әлгі адамға жаман ой сэр Джон Виллард қайтыс болған сәтте келген болу керек. Құдіреттің ісі деген лақап лап ете қалды. Менің білуімше, сэр Джонның өлімінен пайда тапқан ешкім жоқ. Ал Блайнердің жөні басқа. Ол өте бай адам болатын. Нью-Йорктен алған мәліметтен біраз нәрсені ұғуға болады. Мәселен, кіші Блайнердің Египетте қарызға ақша бере алатын жақсы досы бар делінген еді ғой. Сырт көзге нағашысын айтып отырған сияқты болып көрінеді. Олай болса, аты жөнін айтар еді ғой. Айта кететін бір нәрсе, ол Египетке жететін қаражаттың өзін әрең дегенде қарызға алған, ал нағашысы оған көк тиын да бермей қойған. Солай бола тұра, ол Нью-Йоркке қайтар жолдың ақысын тауып алды емес пе? Демек, оған басқа біреу қарыз берген. Мұның бәрі де мықты дәлел бола алмайды, дедім мен жаңағы пікірге қосыла алмай. Гастингс, көп жағдайда ауыспалы, астарлы мағынадағы сөздер тура мағынасында, керісінше тура мағынасындағы сөздер астарлы мағынасында қабылданатын кезде болады. Мұна әңгіме етіп отырған жағдайда өзінің тура мағынасында қолданылған сөздерді жұрт керісінше түсінген. Кіші Блайнер ап-анық мен алапеспін деп жазып кеткен екен. Бірақ ол өзін-өзі жазылмайтын ауруды жұқтырып алғандықтан атып өлтіргенін ешкім де түсінбеді. Немене дейсің? Дедім мен таңданғанымды жасыра алмай. Бұл мүттәйім адамның ақылмен ойлап тапқан қулық еді. Кіші Блайнер болымсыз тері ауруынан зардап шегетін. Оңтүстік теңіз аралдарында тұрған кезде ол арада кең тараған осы ауруға шалдыққан болатын. Амис ескі досы, әрі әйгілі дәрігер, әр сөзге мән беретін. Осы араға келгеннен бері мен Харперден де, дәрігер Амистен де күдіктенетінмін. Бертін келе қылмысты жасыру тек дәрігердің ғана қолынан келетіне көзім жетті. Сосын Харпердің сөзінен дәрігердің кіші Блайнермен бұрыннан таныс екенін сезіп қалдым. Сөз жоқ, кіші Блайнер кезінде мұра туралы өсиет қағаз жазған, немесе өз өмірін дәрігердің пайдасына қамсыздандырған болу керек. Амис қалай баюдың жолын бірден көрген. Блайнерге қатерлі дерттің микробын жұқтыру оған онша қиынға түспесе керек. Дәрігер досы жазылмайтын дертке шалдықтың деген соң, тиен жігіт өзін-өзі атып өлтірген. Ойында не бар екенін кім білет, бірақ үлкен Блайнер мырза мұра жөнінде ешқандай қағаз қалдырмапты. Мына жағдайда оның мұрасы жиеніне, одан соң дәрігерге қалған болар еді. Ал Шнайдер мырзаша? Бұған көзім анық жеткен жоқ. Ол да кіші Блайнерді білетін, бір нәрседен сезіктенген шығар. Болмаса және бір адам себепсіз өліп кетсе, табиғаттан тыс күш бар деген сенің күшейе түседі деген дәрігердің сасқаулығы шығар. Саған тағы бір қызық нәрсені айтайын деп отырмын, Гастингс. Кісі өлтірген адам, егер істеген қылмысы сәті түсіп әшкереленбей қалса, соны тағы қайталағысы келіп тұрады.
және тезірек іске асыруға асығады. Кіші Виллардқа бола қорыққанымда сондықтан. Кешке қарай өзің көрген қорқау басты Анубис Хасан болатын. Оны істеткен мен едім. Дәрігерді қорқытам ба деп ойлап ем, бірақ ол одан зорғы болса да қорқатын емес. Байқауымша ол менің қасақана табиғаттан тыс күштерге сенемін дегеніме де нанбады. Комедияға алдана қоймады. Келесі құрбандығы өзім болатынымды сездім. Несін айтасың, құрып кеткір теңіз ауруына да, ыстыққа да, мазаны кетірген құмға да қарамастан, мұна миым істеп кетті ғой. Пуароның ойлағанының бәрі де дұрыс болып шықты. Кіші Блайнер осыдан бірнеше жыл бұрын мас кезінде көңілшектеніп, мұра туралы қағаз жазыпты. Онда өле қалсам, өзім қатты ұнататын сигарет салатын қорабымды, артымда қалатын бар мүлкімді бір кезде суға кеткенде өлім аузынан аман алып қалған жақсы досым Роберт Амиске арнаймын деген екен. Бұл оқиғаның мән-жайын елден көпке дейін мұқият жасырып келгендіктен, осы күнге дейін жұрт Менхера зиратымен байланысты бір топ кісі өлімін, зиратты бұзғандарды баяғыда өткен патшаның қарғысы атты, киес ұрды деген лақаптың тамаша дәлелі ретінде әңгімелейді. Бірақ Пуароның айтуына қарағанда, мұндай сенім египеттіктердің нанымына да, ойына да қайшы келеді.